Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер телеграм қазақ арнасына қош келдіңіздер. Мен 2026 цел қойдым, өзім жайлы айтатын нелер бар. Мотивация беремін кішкене не істеймін. Қазір мысалға өмірде бүгінгі тақырып қазір қиындық болса болашағың мықты болады деген тақырыпқа келейін. Бүгін айтқым келіп тұр. Қиындықтар сені қорқытпайды, керісінше күш береді. Мысалы қаншама қиындықтар болады, сен қорқып қаша берсең, ол сен жеңіле бересің да, қашпай тура бетпе бет тұру керек. Ал бүгін қиындық көрсең, ертең жеңіске жетесің. Мысалы любой зат бастамай тұрып, ой бұлар қиын ғой, не істейсің ғой деп тастап кетсең, ертең жеңіске жете алмайсың да. Ал сен қазір әрекет жасап, күнделікті әрекет жасап, жоспар құрып не істейсің болсаң, сен кез келген қиындықты жеңіп шығасың. Қазір қиын ба деген сұрақты қойып көрші өзіңе, өмірде қиын ба деп. Бұл сенің өсуің, егер қиын деп жауап берсең, бұл сенің өсуің белгісі. Барлығы оңай болса, еш нәрсе қызық емес болып кетеді бұл өмірде. Мысалы, үйренбес едің ғой. Мысалы, бәрі оңай болса, мысалы шетелге бәрі шығу оңай болса, сен еш нәрсе жасамай шыға беретін едің. Ал қазір мысалы шетелге шығудың өзі қиын да. Сен қойшы, келесі жыл барып саламын ғой деп айтасың да. Ал сен әрекет жасасаң, сен мысалы бір жылда 24 елге шығып кетуіңе болады. Қаншама елдерге барып көрсең болады. Қиындық деп мысалы жүресің, қолынан дым келмейді деп ойлайсың. Сенің ішінде күш бар, сені оятатын, не істейтін. Бүгін мысалы сол күшті оятсаң, ертең жеңісін көресің, мақтан сезесің. Ол күшті сен сақтай берсең, бір күн ауырасың дейді да. Мысалы идея жасай бересің, жоспарлар, бірақ ешқандай әрекет болмаса, ол сен өзіңді жейсің ғой. Мысалға төзімді болу керек, мысалы қиындық болады ғой. Ешқашан да не істемеу керек. Қиындық қой, қойшы. Бүгін бар, ертең жоқ деген сияқты айтпау керек та. Мысалы әрбір заттың мысалы шыдау керек. Мысалы машинамен кетіп бара жатасың, бір адам сені қысып кетеді, жолда кетіп бара жатсаң не болады? Сол кезде сен қиындық деп ойлайсың. Қиындық деп қана адам жамандап жүресің да, мысалы ол адам асығып бара жатқанша сен оны білмейсің да. Қойшы, ол адам асығып бара жатыр ғой деп жібере салып кешіріп сұрап, өзің іште кешірім деп кетіп қалсаң, сенің жолың ашыла береді. Сенің күшің табандылықта болады. Бір қадам алға жасасаң, бір күнде бәрі өзгермейді. Мысалы бүгін бастадың да, ертең жасамасаң, саған ештеңе пайда жоқ. Күнделікті уақытылы жасау керек. Бір жылда өмірін өзгертуге болады, солай күнде әрекет жасап, бір жылда өмірің өзің өзгергенін байқамай қаласың. Қиындық бұл тек сынақ арқылы адам шыңдалады. Бүгін ауыр сәт болса, ертең сен жеңіл болады көмегіңе. Ешкім саған жеңіс сыйламайды. Ешкім саған мына жаққа барайық деп айтпайды. Ол өзің үшін сен күресуің керексің да. Мысалға дос мына жаққа барайық деп сен бара берсең, сен жұмысқа кетесің, сен жұмыс істеп жатқан жоқсың ғой. Сен кішкене жоспар құрып, сөйтіп өзің әрекет жасап барсаң, сен ертең байып шығасың. Ол дос мына жаққа барайық деп біреумен барып еріп кету, ол қате деп жауап беремін. Сен ішіңмен ермеңіз, просто ақшаң жоқ па, айт, ақшаң болмай тұр, келесіде ақшаң болған кезде барамын деп естіп. Мысалы дос балаңыз төлеп беретін есейді да, ертең сіз дос балаңызға қайтып аласыз ба, соны ойлаңыз. Әрқашанда шыдау керек, қиындыққа қарамау керек. Сен мықтысың. Бүгін қиындықты ертеңгі жетістік деп алсақ та болады. Бүгін қиналсаң, ертең жеңіске жетемісің, нәтижесін көресің. Қазір қиын болса, болашақта мықты болып кетуге болады әрекет жасап. Жалпы, мысалға мен қазір қиналып жүрмін. Жақсы көрген қызым болды не істеп. Бірақ мен онымен қатты қиындық деп қабылдамаймын. Просто сынақ болып жатыр екен арамызда. Сол үшін мысалы нәтижеге жету үшін мен осы жылы 2026 жыл мысалға YouTube жолын бастаймын дедім. Негізі 2025-те жоспар құрып не істедім болғам. Просто 2024 жылдың аяғына қарай қосып бастаймын деп ойладым да, армияға кетіп қалдым. Сөйтіп 2025 жыл бастаймын деп ниет болды. Бірақ армияға кетіп қалғаннан ондай видео түсіруге не болмайды. Солай видеомды аяқтауға сау болыңыздар.